Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді ашытқы қосылмай жасалатын шелпектің жасалу жолын ұсынамын. Жылдам дайындалады, оңай жасалады. Алғашқы рет жасағаннан сәтті шығады. Құрамына көп затты қажет етпейді. Дәмі тіл үйіретін шелпекті сізді жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттардың барлығын видеоның астына описанияға жазып қалдырамын. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтті құямыз. Жұмыртқаны саламыз. Тұзды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Шелпекті елдің кез келген өңірінде дайындайды. Бірақ әзірлеу түрі әр аймақта әртүрлі болып келеді. Келесі кезекте електен өткізілген ұнды аз-аздан сала отырып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Он әркімде әртүрлі болғандықтан мен описанияда жазған ұннан сізде көп немесе аз кетуі мүмкін. Ең бастысы қолға жабыспайтын жұп-жұмсақ қамыр дайындаймыз. Ең алдымен силиконды лопаткамен немесе қасықпен шамасы келгенше араластырамыз. Енді сұйық майды құямыз. Қамырды жақсылап қолымызбен илейміз. Бізде қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр дайын. Дайын болған қамырдың бетін жабамыз. Бөлме температурасына 20 минутқа қалдырамыз. Қамырымыз дайын. 7 бөлікке бөлеміз. Бөлінген қамырдың барлығын видеодағыдай дөңгелектейміз. Сонан соң қамырдың барлығын ұн пайдаланып отырып жаямыз. Дөңгеленіп дайын тұрған қамырлардың бетін жабуды ұмытпаймыз. Менің каналымда ашытқы қосылмай жасалатын бауырсақтың, сонымен қатар шелпектің жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Қамырдың барлығын жайып дайындап аламыз. Енді қатты отта қызып тұрған майда шелпектің барлығын қызартып пісіріп аламыз. Шанышқының көмегімен айналдырып отырып пісіреміз. Піскен шелпекті қағаз майлыққа саламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Қамырдың барлығын видеодағыдай пісіріп аламыз. Бір рет пайдаланған сұйық майды екінші рет пайдаланбаймын, сондықтан аз құямын. Мінекей достар, өте дәмді, жылдам дайындалатын шелпектер дайын. Алғашқы рет жасағаннан сәтті шығады. Құрамына көп затты қажет етпейді. Дәмі тіл үйіретін шелпекті сізді жасап көріңіз. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақжол Пан.